Мен оқыған бір кітап жобасы аясында сізге сұрақ қойсақ, соңғы рет қандай шығарма оқыдыңыз? Тастамашы ананы оқыдым. Оның алдында Оралхан Бөкейхановтың Қар қыз деген кітапты оқыдым. Шығармаларыңыздан алған әсеріңіз қандай болды? Енді алдындағы өзімнің жерлесім Оралхан Бөкейхановтан кітабынан оқыған Қар қыз кітабы, ол енді ол кісі көбінде фантастика жағына көп, жанрына көп бөлінеді. Сондықтан бір кітапта табиғатты әсерлейді, соның бірге қиял әлеміне жетелеп кетеді. Сол жағына көп әсер алдым. Одан кейін мына Тастамашы ана кітабынан бұл жаңағы аударған біздің Саят Қамшыбек, ол башқұрт несі жазушы жазған. Бұл кітапта негізі жетім балалардың өмірі жайлы, солардың өткен өмірі, жағдайлары жазылған. Өте аянышты. Әсіресе үлкен сыныптың балаларына оқығанға кеңес беремін. Ата-ананың қадірін білуге, ата-ананы сүюге, құрметтеуге, сыйлауға үйретеді деп ойлаймын осы кітап. Жақсы, рахмет. Әріптестеріңізге қандай кітапты оқуға ұсыныс айтар едіңіз? Әріптестеріме менің алдымда қазір мынандай кітап бар, балалықтан даналыққа деген өте жақсы кітап. Қазір мен осы кітапты оқып жатырмын. Осы кітапты оқуға, содан кейін жаңағы Тастамашы ананы оқуға ұсыныс беремін. Абай жолын оқуға болады. Енді Абай жолын өзім мен 3 рет оқығанмын. Әр жыл сайын оқыған сайын ерекше әсер аласың. Мысалы үшін мектеп жасында 10 класста оқыдым. Ол кезде біз енді баламыз, онша да көп дүниені түсіне бермейміз. Тілі бізге түсініксіз болған сияқты. Одан кейін студент кезімде оқыдым. Ол кезде мектеп жасындағы түсінбегенімді түсіндім. Одан кейін есейе келе осы алдыңғы жылдары оқып шықтым. Бұрынғы түсінбеген, бұрынғы көрмеген әсерді алдым депсем болады. Сондықтан Абай жолын оқуға да кеңес беремін. Көп рахмет сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сізге мен оқыған бір кітап жобасы аясында бірнеше сауал қойсақ. Соңғы оқыған шығармаңыз қандай? Соңғы Ақберген Елгезектің болмаған балалық шағын оқыдым. Қазіргі таңда ол сахналанып, Мұхтар Әуезовке қойылып жатыр. Жақсы шығарма, керемет шығарма. Балаларға да соны оқуға ұсынар едім. Басты кейіпкерден қандай әсер алдыңыз? Басты кейіпкер ол жерде Ақберген Елгезектің өзінің шынымен балалық шағында болған оқиғалары, өзінің ауырып жатқан ағасы туралы айтып береді, әпкелері туралы айтады, ата-анасы туралы айтады, үлкен әпкесі тұрмысқа шыққан кезде оны қимай қалай сағынып қоштасқан туралы айтады. Жалпы өзінің сол Семей полигоны кезіндегі болған оқиғалар туралы. Жақсы, тамаша. Сүйікті авторыңыз? Енді біз қазақ әдебиетшілер ретінде, тілшілер ретінде енді бізде нақты анау авторды сүйіп тыңдаймыз, сүйіп оқимын деп айта алмаймын. Көп барлық шығармалар ұнайды. Оралхан Бөкейдің шығармалары, Атау Терес қандай керемет тарихи шығарма. Міржақып Дулаттың өзі, Оян қазақ деп қанша рет оқысаң да шабыттанасың, рух аласың, керемет патриоттық сезімге бөленесің. Әріптестеріңізге қандай шығарманы оқуға ұсыныс айтар едіңіз? Әлі де әрине Абай Құнанбаевтың қара сөздерін, міндетті түрде Абай жолын, эпопеяны тағы бір рет оқуға ұсынар едім. Себебі бір ғасырлық туынды, оны қайта-қайта оқығаннан адам басқаша әсер алады, басқаша ой түйеді. Жай повесть ретінде Ақбілекті, Шұғаның белгісін, Бақытсыз Жамалды да оқуға кеңес беремін. Жақсы, рахмет сұрағымызға жауап бергеніңіз үшін. Мен оқыған бір кітап жобасы аясында сізге бірнеше сұрақ қойсақ. Соңғы рет қандай шығарма оқыдыңыз? Соңғы рет оқыған шығармам Бауыржан Момышұлының шығармасы Ұшқан ұя. Сондай әсерлі кітап екен. Қазіргі жастарға, жалпы болашағымызға тәрбиелік мәні өте зор кітап деп есептеймін. Әсерім өте жақсы. Оқуға ұсыныс беремін. Оқыған жақсы. Шығармадағы басты кейіпкерден қандай әсер алдыңыз? Басты кейіпкердің әсері сондай тәрбиелік мәні зор. Өмірде үнемі кездесетін жағдайлар, кейде осы өмірімізде бір байланып тұрған, шешімі табылмай тұрған жағдайларға
осы кітапты оқыған адам осындай шешімін табылмай жатқан сұрақтарға оңай шешім жауап ала алады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен оқыған бір кітап жобасы аясында сізге бірнеше сұрақ қойсақ деп едік. Соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз? Соңғы рет қазір мен есімде жақсы көретін кітабымды айтайыншы. Ең жақсы көретін кітабым «Собор Парижской Богоматери». Студент кезінде зарубежный литератураны жақсы көретін. Зарубежный литературада берген кітаптерін қалдырмай оқитын. Сол «Собор Парижской Богоматери» бірнеше рет оқыдым. Оны қазір білесіздер, мультфильмде шығып жатыр, киносында шығып жатыр. Квазимода туралы даже балеті де бар. Соның мынандай дәу толстой кітап, мен соны 3 күнде оқып шығыптым. Маған сол есімде қалды, сол ұнайтын кітабым да осы. Тамаша. Әріптестеріңізге қандай шығарманы ұсынар едіңіз оқу ретінде? Әрине, заманауи ақындар мен жазушылар көп қой, бірақ та соның өзінде классикалық жазушыларды оқыса, ол да қазіргі өмірдің талабына сай, соны оқысаң қазіргі өмірде де өмір сүріп жатқан сияқты боласың. Себебі қазіргі де сұранысқа ие классикалық шығармалар өте көп, соны оқыса деймін. Жақсы, тамаша, көп рахмет. Мен оқыған бір кітап деп, қандай кітапты айтар едіңіз? Біз осы жақында ақын жазушы Саят Қамшыгер мырзаны шақырған болатынбыз. Сол кісінің «Тастамашы ана» кітабын оқыдым. Мен оқуға кеңес беремін. Өте тәрбиелі мағынасы бар, әдебиет жанрында жазылған. Кез келген адам ана ретінде, мұғалім ретінде, педагог ретінде оқуға кеңес беремін. Өте тәрбиелі, мағынасы зор, сондай кітап, жақсы кітап. Алған әсеріңіз қандай болды? Басты кейіпкерден алған әсерім ол ортаншы баласы өзінің өмірден өткен, өзінің бала кезінен келген, өзінен басынан өткен оқиғалар туралы жазылған. Сол кейіпкердің өміріне бір үзіндісін көрдім, өзім соның ішіне кіргендей сезіндім. Жылына енді көп кітап оқимын деп айта алмаймын, 2-3 кітап оқимын. Жақсы, рахмет. Соңғы рет қандай кітапты оқыдыңыз? Мен оқыған бір кітап. Мен соңғы Медеу Сәрсекенің «Қазақтың қанышы» деген кітапты оқыдым. Роман-эссе үлкен. Қазіргі күнде Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» романын оқып жатырмын, тарихи өзім. Тамаша, оқыған шығармаларыңыздан қандай әсер алдыңыз? Аласапыраннан мысалға. Мысалы үшін қазір Аласапыранның тәуекелдің інісі Ораз Мұхаммедтің орыс патшалығында жүрген кезеңі, шведтермен соғысып жатқан кезін оқып жатырмын. Сол. Тамаша, әріптестеріңізге қандай кітап ұсынар едіңіз? Мен оқыған бір кітап аясында. Мысалы үшін Шыңғыс Айтматовтың «Шыңғыс ханым ақ бұлты» деген кітап та өте жақсы. Жетім қалған балаға ананың мейірімінен өзінің баласы болмаса да анасының сүт шыққаны, мысалы үшін үлкен кемпір болса да жетім қалған баланы асырап алған. Сол өте тәсірлі. Оқыған шығармаларыңыздан қандай әсер алдыңыз? «Қазақтың қанышы» деген шығармадан. «Қазақтың қанышы» деген Қаныш Сәтбаевтың қазақ ғылымының үлкен ордасы, қазақ ғылым академиясын құру жолында үлкен алып барған жұмыстары және жезқазған соғыс жылдарында қазақтың бүкіл КСРО бойынша қиын жағдайға түсіп, Маргинс кені соны ашқан үшін жезқазған кенін ашады. Оған көп көмек бермейді, бірақ өзінің күшімен, білімімен сол үлкен жезқазған КСРО бойынша 1-ші орын, әлем бойынша 3-ші орында. Орташа 5-6 кітап уақыт болып жатса, 10-ға жеткізеді. Керемет, көп рахмет сұрағымға жауап бергеніңіз үшін. Сәлеметсіз бе, сізден сұхбат алсақ бола ма? Болады, иә. Мен оқыған бір кітап жобасы аясында. Соңғы оқыған шығармаңыз қандай? Соңғы оқыған шығармам Луиза Хейдің кітабын оқыдым, бірақ әлі аяқтап бітірген жоқпын. Балалықтан даналыққаны толық 2 рет оқып шықтым. Биыл 1-ші рет, былтыр 2-ші рет, былтыр 1-ші рет. Жақсы, тамаша. Шығармадан қандай әсер алдыңыз? Шығармадан мен отбасында ана ретіндегі қателіктерім өзімнен кеткен, соларды түсіндім. Балалардың жанын дұрыс түсінбей, баламен дос болу керек екенін барлық оқып отқанда өзімнің портретімді көргендей болдым. Жақсы, тамаша.
әріптестеріңізге қандай шығарма ұсынар едіңіз оқуға? Енді дәл қазір мен екінші кітапты бастадым. Правило номер 1 деген. Будь первый, если не хочешь быть второй деген. Бастадым. Енді соны айтып жүрмін бәріне. Доступный, қымбат емес, сол кітапты алып оқыңыздар деп. Балалықтан даналықты екінші рет оқып жатқан себебім, неужели мен сондай менде қателік кетті, жібергем деп екінші рет оқып жатырмын да. Бірақ тура бірінші реттегідей қателіктерімді көріп жатырмын. Өзімнің балаларымды отбасымда тәрбиеледім. Жақсы, рахмет сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін.